Бүгінде қарапайым халықтың фастфуд тағамдарымен жиі тамақтанатынын жақсы білеміз. Әлемде фастфуд тағамдарын дайындайтын брендтердің де бірнешеуі бар. Атап айтатын болсақ, Макдоналдс, Subway, Burger King, KFC, Wendy's, Hardee's. Олардың біршамасы біздің елімізде де кең танылып үлгерді. Бүгін біз отандастарымыздың асқазанын жаулап алған KFC тағам туралы сөз қозғамақпыз. KFC-ді жеген кез келген адам оны міндетті түрде екінші рет іздеп барады. Кейбіреуінің жиі жеп тұратын ең сүйікті тағамына да айналды. Сонымен, KFC қалай пайда болды? Оның сыртындағы сақалды кісі кім? Осындай ерекше дәм үшін кімге алғыс айтамыз? KFC жедел тағамдар дайындайтын танымал мейрамханалар жүйесі. ақш-тағы ең алғашқы пайда болған жүйелердің бірі деуге де болады. Өзінің қорылған балапандары арқылы әлем ризашылығына бөленіп жүр. Жедел, дәмді, көтеріңкі көңіл күй. Міне, осы үш талапқа сай келетін тағамды достарыңызбен, әріптестеріңізбен, отбасыңызбен жесеңіз тіптен жақсы. Бір қызығы, KFC компаниясы оның дайындалу мәзірін құпияда ұстап отыр. Ал тағамды ең алғаш рет ойлап тапқан адамның есімі Гарланд Сандерс. KFC компаниясының болашақ негізін қалаушы Гарланд Сандерс 1890 жылдың 9 қыркүйегінде дүниеге келген. Балалық шағы қиындыққа толы болған деседі. Ол тұрмысы төмен отбасында жалғыз ұл еді. Әкесі фермерлердің тапсырысын орындаумен тиын-тебен табатын, ал анасы жұмыс істемейтін. Гарланд 6 сыныпты бітіргенде әкесі қайтыс болады. Ол отбасына көмектесу үшін мектепті тастайды, яғни бар болғаны 6 жыл ғана білім алған. Анасы жұмысқа кеткенде ең алғаш рет тамақ жасауды үйрене бастайды. Туыстары оның тағамдарын әрқашан мақтайды екен. 15 жасынан бастап автобус кондукторы болып қызмет жасайды да, бір жылдан кейін ақш-қа әскерге аттанады. Оны Кубаға жібереді. Ол бір жыл өткеннен кейін әскери саладан ат тонналы қашады да, темір жолда от жағушы болып қызметке тұрады. Осы кезде Клавдия есімді бойжеткенге үйленіп, екеуі өлгенше бір шаңырақтың астында күн кешеді. Гарланд өзінің жанына жақын мамандық таба алмағандықтан 20 ғасырдың ортасына дейін 10 кәсіпті ауыстырады. Ол шина сатады, от жағушы, әскери қызметкер, ферма қызметкері, тасымалдаушы болып та көрген. Осылай әр кәсіптің ұшынан бір ұстап жүргенде автокөлік жөндейтін жеке шеберхана ашуды ойға алады. Кейіннен шеберхана алдына 6 адамға арналған шағын дәмхана ашып, өз үйінің асханасында тағам дайындай бастайды. Оның көлік шеберханасы тағамдарының арқасында танымалдылыққа ие болады. Тіпті өз қолынан шыққан қуырылған тауық еті аңызға айналды десе де болады. Адамдар тағамға Гарланд Сандерстің кентуккиялық қуырылған балапаны деген ат тағады. Яғни, KFC сөзінің толық жазылуы Kentucky Fried Chicken. Келушілердің бәрі де Гарландның 11 дәмдеу үшін жан-жақтан мақтайтын болады. Аспаз жылдам қайнататын ыдысты пайдалану арқылы 15 минуттың ішінде тағамды дайындап шығады екен. Ол осы бизнесін дамыту үшін көп қиындыққа тап болады. Ақыры үлкен жетістікке жетеді. Гарланд Сандерс көбіне классикалық киім киген, ақ костюм мен қара бабочканы тастамайды екен. Ол KFC компаниясының логотипінде де дәл осылай бейнеленеді. Осы бейнесі арқылы америкалықтардың, әлем халқының жүрегінен орын алды. Дәл осы кейіпте есте сақталып қалады да. Гарланд өмірінің соңғы жылдарында компаниясын жеке инвесторларға $2 миллион сатып жібереді. Ал қазір оның иесі Yum Brands компаниясы. Мұнда 24 000 қызметкер бар. KFC дәмханалар жүйесі әлемнің 50 елінде жұмыс жасайды. Достар, бүгінге осы. Ал сіздер KFC тағамын қаншалықты ұнатасыздар? Егер видеомыз ұнаса, пікір қалдырып, лайк басамыз. Каналға жазылуды